Франция Испания арасындағы жартылай финалда Франция өтеді келесі кезеңге деген сөйтіп кеше кішігірім шармандайжым болып Франция ойнаған да жоқ, шабуыл да жоқ, гол да жоқ, түк жоқ. В общем, қадалды. Болжамдар осылай болып тұрады арасында. Ол жартылай финал, екеуі де 50-50 ғой, енді тең. Но мен кішкене бүйрегім бұрып Франция өтіп кетеді деп сөйтсем Испания футбол ойнатқан жоқ, өзі де доп бермеді ешкімге. Францияға вообще кислородын жауып тастады, сонымен қадалды. Былайша айтқанда Испанияны енді мықты екенін жарты әлем біледі, бірақ сонда да Франция өтіп кетеді ғой деген болжам айтқан едім, сол шықпады. Өзімнің жалпы бір болжам шықпайтынымды да мен болжап қойғам. Өздеріңіз білесіздер, осының алдындағы видеоларда тұр. Ол бәрі шыға бермейді, түбі бір жерде қадалатынымды мен де сезініп жүргем. Тура солай болды кеше. Бірақ мен қайтпаймын, әлем чемпионаты аяқталуына енді бүгін Англия мен Аргентина бар. Сосын матч за третье место, енді оған болжам керек пе керек жоқ па. Финалға да болжам жазам, сонымен қоямын осы. Менде әлем чемпионаты болды, 40-ына шыдадық, 41-іне шыдай. Қадірмен достар, 2 видеом қалды, 2 прогноз айтам, сонымен тастаймын. Одан кейін жалпы болжам айтпаймын. Негізі әлем чемпионаты бітті ғой, несі деген секілді. Ал менің болжамның шықпағанына дән риза болып, комментарий жазып, риза болып, сен ұтылдың, білгем сен түбі шықпайды ұтылатынды деп адамдар риза отыр. Оларға да өздерінің бір кішкене жұбатып жаман энергияларын шығаратын жер керек қой. Оғанда бір керемет плацдарм ұсындым ғой деп ойлаймын. Сондықтан комментарий жаман болсын, жақсы болсын жаза беріңіздер. Ол менің инстаграм парақшамның охваты көтерілді, осы айда 10 миллион охват, 28 мың адам жаңадан оқырман таптым. Енді Құдай қаласа мен блогер болайын деп тұрмын ғой, 50 мың оқырман. Мен мінекей қадірмен достар, барлықтары да сіздердің арқаларыңызда. Рахмет. Қазір Аргентина мен Англияға болжам айтам, келесі видеодан көріңіздер.